Құрметті менің тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі әңгімемнің тақырыбы қорланған әйелдің кеш келген бақыты. Ауыл шетіндегі осы еңселі ақ үй алыстан мен мұндалап тұратын. Бұл осы өңірдің ауқатты адамы Думанның үйі болатын. Думанның осыдан біраз жыл бұрын әйелі Балжан ұзақ науқастанып дүние салған. Отағасы Думан әйелін талай дәрігер, емшілерге апарып емдетті, бірақ тура келген ажал алмай қоймады. Отбасының берекесі болған әйелі екен-ау. Ол кеткен соң мынау дағарада үйдің базары тарқай бастағандай еді. Думанның балаларының бәрі оққан, жоғары білімді мамандар. Әр қалада тұрып жатқан жайлары бар. Немерелері орысша сөйлеп қалалық болып кеткен. Ауылға келуге еш тауқылары соқпайды. Ауылға келе қалса, здесь нам скучно деп 3-4 күннен кейін қалаға сығады, әзер шыдайды. Ауылдан қашқан осыларды көріп, заман не боп барады деп қатты ойланумен болған. Думан үлкен ұлы Арманның Таукен инженері. Орыстан әйел алған. Екінші ұлы Сәкен қалада өз бизнесін ашып, жұмысын өрге бастырып жүр. 3 баласы бар. Келіні Рая өте биязы, момын. Ал жалғыз қызы Фарида тіл маманы. Қазақтан бай таппағандай, неміс жігіті Александрдың етегінен ұстап, Германияға қоныс аударған. 2 баласы тек немісше сөйлеп өсіп жатыр. Бүгінде Думан соқа басы сопиып, үйде жалғыз өзі қалған. Соңғы кезде кеуде тұсы қатты шаншып, маза бермей жүрген. Өткенде қалаға барып дәрігерге қаралған. Дәрігер оның жүрегінің қан тамырлары жіңішкергенін айта келе, ота жасауға ұсыныс берген. Бірақ Думан көп ойлана келе, ота жасаудан бас тартып, дәрі-дәрмектерін алып ауылына қайтқан. Қалған өмірінің қаншалықты екенін тек бір Алла біледі. Думан 5 уақыт намазын қаза жібермейтін, көп сөзі жоқ, ауылға беделді адам. Кезінде Алматының ауыл шаруашылық институтының агрономия факультетін бітірген. Ұзақ жыл ел үшін адал еңбек еткен, еңбегімен мал тапқан жан. Бір басына байлығы жетеді, жеке қожалығы тағы бар. Қожалықтағы мал басы жыл сайын көбейіп келеді. Тәңірдің берген ырысына тәубе етіп қояды. Қожалықтағы жұмысшыларына еңбек ақыларын уақытылы беріп, көмек қолын созып отыратын бұның ауылдастары арасында беделі зорақ. Бұндай әділ адамның да сөзі өтімді ғой. Бірақ өзінің жалғыздығы жанына қатты батушы еді. Кейде қалаға көшсем бе деп те ойлайтын. Бәрін сатып, тып-тыныш өз алдына үй сатып алып өмір сүргісі де келетін. Бірақ соқа басы сопиып қалай жалғыз отырады? Ұлдарымен тұрудың еш реті жоқ. Алыстан сыйласқаны дұрыс, қадірін түсірмей. Кейде ол өзін кінәлайды. Неге балаларының бәрін дала безер қып тәрбиеледі? Қай жерден қателесті екен деп түнімен көзілмей шығады. Ұлдары тек әкесінің байлығына масаттанып өскені ме? Неге қартайғанда біреуі жанымнан табылмайды? Әкесі жарықтық, әкенің көңілі балада, баланың көңілі далада деп отыратын. Ауылдас біреумен құда болса отырмай ма араласып, сырласып, әй дүние-ай. Ауылдың қыздарын менсінбей, басқа ұлттан қатын алып, байға теген қызына кезінде неге қарсы болмады екен? Әлде тәрбие беруден қате кеттірдім бе деп ойланды. Сансыз ойдың жетегінде жатып, ұйқыға кеткен. Тәртеңгі шайын ішіп, шаруа қожалығын аралап шықпақшы болып, жүргізушісі Ермекке телефон шалды. Ермек балам, маған келші. Бүгін қожалыққа барып, малдың жайын байқап келейік, деп киімдерін киіп, жолға даярланған. Сүлікте қара Волга машинасы жолды тігілеп жүріп келеді. Дала жап-жасыл, жусан иісі мұрныңды жарып, кейде кеуде сарайыңды аша түскендей. Кезінде мына дала 4 түлікке тола еді-ау. Бүгінде малы басы да азайып кеткен. Бартер деп талай малды Қытайдың арзан товарына айырбастап обал етті. Олай етпесе тағы болмады. Киім-кешек, ұсақ күйекке дейін дүкен сөрелерінен жоғалып кеткен кез болды. Ауылдың көбі қалаға көшті.
Жұмыссыздық елдің еңсесін оңдырмай қысты. Тең даланың көркі мен ырысы мал кеткен соң ортайып қалғандай еді. Алды артын болжай білетін Думан мал қадірін, жер қадірін әкесінен бала кезінен естіп біліп өсті. Өз алдына жеке қожалық ашып, мал басын көбейтіп, егін салды. Жер ананың берер ырысы бар ғой, босқа шашпады. 1-2 жылдан соң қалаға көшкендер ауылға қайта бастады. Ол жақтан қолайлы жұмыс таппай, бәлен деген жерге барсаң алтын бар, барсаң бақырда жоқ дегеннің кері келген. Бүгінде олар Думанның қожалығында еңбек етіп жатыр. Мал басын құрап, тұрмыстарының шырайы кіріп қалған. Күздің осындай бір күні оны мен Алматыдағы досы Аман хабарласқан. Думеке, аман есенсің бе? Тірі кезімізде басымызды қосып бір тойлайық. Ертең кім бар, кім жоқ? Группаның жігіттері мен қыздарына тегіс хабарластым. Келе алсаң келсеңші деген еді. Думан бұған қуана келісіп, шаруаларын ыңғайлап, інісі Асқарға тапсырып жолға шыққан. Думан мінген ұшақ Алматы әуежайына түн ішінде келіп қонған. Досы Аман әуежайда күтіп алып, үйіне алып келгентін. Аман өте ақ көңіл, пысық жігіт болатын. Кезінде бұлар баяғыда ауылға шыққанда, ол Алматыда қалуға тырысқан. Әйелі Айгүлде қонақжай жан екен. Думанның ас үстіне түсіп бәйек болып күтіп жатыр. Досымен сағыныса қауышқан Думан да көтеріңкі көңілде, жастық шақта студенттік өмірде бастан кешкен оқиғаларды айтып, тауыса алмаған екеуі. Кездесудің барлық шаруасын тындырып жүрген Аманға риза болған. Жігіт кезінде де осындай белсенді дау, пысық болатын. Думандардың бұрынғы ұстаздарынан ешкім қалмаған, олардың орнын жастар басқан. 5 жыл қызықты студенттік шақтары өткен осы қалада тұратын оның достары баршылық. Бірінші кезекте олар өмірден өткен ұстаздары мен группаластарына хатым түсіріп, Құран бағыштаған. Халқымыз өлі риза болмай тірі байымас деген ғой. Ертеңінде мейрамханаға жиналған топтың саны небәрі 12 адам болды. Кейбірі осы кездесуге әртүрлі себептермен келе алмай да қалған. Әй өмір-ай! Группаластардың кейбіреуі бірін-бірі танымай қызық болды. Әрине уақыттың салған ізі, олардың түрлерін де танымастай өзгерткен. Өзгермеген тек аңқылдаған ақ пейілдері. Қара шаштарына ақ түсіп, ата әже атанған группаластардың әрқайсының өз тағдыры өмірі бартын. Кешке жиналған достар сол бір қызықты күндерден естеліктер айтып, күлкіге де қарық болған. Осы сендер кезінде менің мына отырған Нұрилаға ғашық болғанымды сезбедіңдер-ау, деп бір құпиясын жайып салған Әсет. Лекцияда да, сабақта да осы Нұрилаға қараумен отыратынмын. Ал ол мені көрмегенде ештеңе сезбегенде болатын. Бірде оның жанынан бөтен жігітті көріп, қатты ашуланып, әлгі жігітпен қарап тұрып, байланысып, төбелесіп қалып едім. Сондағы жігіт мынау отырған күйеу бала сырым екен-ау дегенде ұялып қалған Нұрила. Батылдау болмағаның ғой Әсет деп сылт-сылт күлген. Сөзді талғорғанды құрмет бөлген. Бәрінен де мынау отырған Нариманды айтсаңдаршы. Бұл көкең комнатада тұратын жігіттердің жақсау деген киімдерін таң атпай киіп алып, жемпей қайдасың деп тартып отырушы еді ғой. Содан отыратынбыз оның жолын тосып. Фирменный киім көрсе, жата жабысып сұрап алатын. Берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан көр дегендей киіп алып, жемпейді жағалап жүруші еді, деп отырғандарды бір күлдірді. Сондағы келініміз мына отырған Нұргүл екен-ау? Әй, естеріңде ме? Ақша таусылып, қарын ашқанда бутовкадан қыздардың тамағын ұрлап кетуші едік қой деп сөзге араласты Сұлтан. Бірде ұрлап әкелген етті шкафтың ішіне тығып, кастрюльдің бетін киіммен жауып қойсақ та, есе бүкіл жатақхананы алып кетіп, қыздардың тауып алғандарын білесіңдер ме? Бәрі шексілдері қата күлген. Мына Думанның кожаный курткасы өзі кимей біз тоздырдық-ау. Дежурный куртка дейтін біз. Бірімізден біріміз алып кие беретін біз деп Мұрат күлкіге тағы қарық қылды. Жеңсе шалбар арман болатын ол кезде. Кез келген адам ала алмайды. Бақанда 250 рубль тұратын. Сол джинсиді алғаш киген Думан еді. Екі балағын кірпішпен
Аямай ысқылап ағартушы едік. Мода болған сондай деп қойды Бектас. Достардың еске алар оқиғалары да көп екен. Тіпті күле-күле кісілер қатқан. Үзіліс кезінде әсем әуен құшағында би-билеп желпініп қалған. Жастық шақтың алаңсыз, көңілді кезеңдерін бірге өткерген бұлардың айтар қызықты әңгімелері таусылмайтындай. Вальс әуенімен тербеле билеп жүрген Думан мен Жанардың көздері түйісіп қалғанда, Думан Жанардың көзінде бір тұңғиық та мұңлы сыр жатқанын көргендей болды. Үнсіздікті Думан бұзған. Жанар, сен неге сол күні кездесуге келмей менен қашып кеттің? Сол жағын маған әлі құпия дегенде, Жанардың екі көзі боталап, жасқа толғанын көрген Думан қатты састы. Думан, иә, мен саған опасыздық жасадым. Сөзімде тұра алмадым. Менің әр күнім өзіңді аңсаумен, өзімді кінәлаумен, қиналумен өткенін сен қайдан білесің? Кешірші мені, дегенде екі бетін жас жуып кетті. Олар топтан оқшау кетіп мейрамхананың артындағы саябаққа келіп отырған. Осы жылдар бойы сол өткен іске өкінумен келемін. Сыртым бүтін, ішім түтін боп өмір сүрдім деп солқылдап жылап жіберген келіншекті көріп Думан әбден сасқан. Қойшы, жыламасы Жанар, деп келіншектің жасын сүртіп бәйек болған. Думан мен Жанардың махаббатына бәрі қызыға қараушы еді. Екеуі жарасып кетіп бара жатқанда группаластары, па шіркін, біздің Жібек пен Төлеген қайда кетіп барады екен? Екеуі бір-біріне жарасып тұр деп сырттан тамсанушы еді-ау. Көз тиді ме екен осы екеуіне? Дипломды алар уақытта алыс емес. Бас қосып үй болуды армандаған ғашықтар да алаңсыз, ертеңгі күндерінен тек қуаныш пен жақсылық күткен. Талай жігіттер мен қыздар бас қосып өмірлік серіктерін тапқан осы Алматыда тойларын дүркіретіп, группалас достарымен өткіземіз деп те жоспарлап қойған еді. Бірақ бәрі бір күнде өзгеріп кететінін бұлар білді ме екен сонда? Думан ауылдағы ата-анасына өзінің үйленетінін жеткізгенде, олар қуаныштан мәз болған. Той өткізуге керекті қаржы жағынан еш қиналмаған. Әкесі тек ұлынан хабар күткен еді. Ауылдың бәрі естіп құлағдар болып қойған. Ата-ана, туған-туыс той қамына кірісе берген еді. Думан достарына Алматы төрінде тойлатып бермек болып группаластарын айтқанда, олар қатты қуанып, жарайсың Думан, қуаныштымыз, деген бөріктерін аспанға атып. Әзілкеш жайдар болса, тура да атпа да, мейрамхананың еденіне тесілгенше бір билеймін деп күлдірді. Бір күні Жанар ауылына барып келмекші болып, Думан екеуі Сайран автобекетіне келген. Жанар Алматының маңындағы Түргеннен еді. Қызы ата-анасына барып ақылдасып қайтпақшы. Еш алаңсыз Думан жатақханаға келіп Жанарды күтіп жүріп жаттыр. Жанардың кеткеніне де 3 күн болды. Еш хабар жоқ. Байланыс бөлімшесіне барып сөйлеспекші де болған. Бірақ Думан, қой Думан, шыдамсыз болма, бәрі жақсы болады. Ол да ата-анасымен ақылдасып жатқан болар, деп іштей өзін сабырға шақырған. Уақыт шіркін осындай да өтпейді-ау, өтпейді. 4-ші күні шыдай алмаған Думан еш хабар болмаған соң автобусқа мініп Түргенге тартқан. Түрген табиғаты ерекше, ғажап жер екен. Сарыарқаның кең даласында өскен Думан үшін табиғаттың сұлу көрінісі ерек боп көрінді. Жан-жағын тамашалап отырып ауылға қалай келгенін де аңғармай қалып еді. Көшедегі адамдардан жөн сұрап Жанардың үйінде оңай тауып алды. Үйдің маңы жасыл желекке малынып тұр. Ағаш бұтақтары жемістерін көтере алмай иілуде. Ол үйдің қақпасына келіп кіргенде алдына 5-6 жасар ер бала жүгіре шықты. Сәлем балақай, бұл Жанардың үйі деген оған әлгі бала. Жанар әпкем қазір бұнда тұрмайды. Ол әпкем Олжас ағаға тұрмысқа шыққан. Жақында тойы болады, дегенде мең-зең боп қалды Думан. Неге маған айтпады? Менің сезіміммен қалай ойнады ол екен деп автобуспен Алматыға кері қайтты. Неше жыл бойы Думан Жанарды кінәлап келді ғой. Оның жанын қатты жегідей жеген Жанардың опасыздығы жүрегін жаралап, кейде ұйқы бермейтін. Егер де осы кездесуге келмегенде ол нағыз
болған оқиғаны Жанардың өз аузынан естімегенде өмір бойы Жанарды кінәлап өтуші ме еді. Жанар басынан өткен оқиғаны баяндай бастады. Жанар отырған автобус ауылға келіп тоқтағанда күн ұясына батып бара жатқан кез екен. Туған ауылы болған соң ештеңеден секем алмаған Жанар үйіне келе жатқанда алдынан бір көлік келіп тоқтай қалады. Көлікті жүргізіп отырған осы ауылдың аты шыққан атаманы Олжас екен. Олжас Жанарды сырттай ұнатып жүретін, бірақ Жанар оған көзінде салмайтын. Олжас жастайынан ащы суға үйір төбелес қор боп өскен. Ата-анасының жалғыз ұлы, әкесі оны талай оқуға түсірген, бірақ берекесіз ұлы оқып қарық болмаған. Бірде ұстаздарымен сөзге келіп, енді бірде арақ ішіп көзге түскен соң оны оқудан шығарып жіберген. Ерке боп өскен ұл ауылдың атаманы болып алған. Қайда төбелес, қайда той-томалақ сол жерден табылатын еді. Ата-анасы осы ұлының қылығынан ел бетіне қарай алмай, іштей мүжіліп кеткен. Көрші ауылдың қызын алып беріп еді, оны күнде ішіп алып соққыға жыққан соң, шыдамаған бейшара қыз қашып кетті. «Ап бәлем», деді Олжас Жанарды көріп, «бүгін сәттін салып арман орындалатын күн екен ғой», деп Жанардың алдынан шыққанына мәз болған. «Жанар, сәлем, тіпті танымай қалдым ғой өзіңді. Құлпырып кетіпсің, құлпырып», деген тамсана. Жанардың бойы жиырыла қалған. Бірақ білдірмей, «Сәлем Олжас, рахмет», деп жылыстай бермекші болып еді Олжас. «Жүрейіңе апарып тастайын. Сумкаң ауыр сияқты ғой», деп машинаның есігін аша бере. Ойында арамдық жоқ. Жанар машинаға отырған. Бір кезде Олжас машинаны бұрып алып ауыл маңындағы қалың тоғайға қарай құйындата жөнелгенде, жүрегі бір жамандықты сезген қыз, «Тоқта, қайда барасың? Түсір мені, түсір», деп айғай салған. Шаламас Олжас ыржия күліп, «Жоқ Жанар, олай болмас. Мен қолыма кеп түскен алтын балықтан қалай айырылып қалуым керек», деп қарқ-қарқ етіп дарақылана күлген. Одан кейінгі болған жай Жанарға түсіндей көрінген. Қарулы жігіт Жанарды шапалақпен аямай соғып, үстіндегі киімін жұлмалап жатқан. Одан арғысы қараңғылық. Жанар есін жиғанда ыржиып тұрған Олжасты көрген. «Сен қыз екенсің, молодец, тіпті олай ойламағанда едім. Енді менің қатыным боласың. Олай етпесең, сен туралы бүкіл ауылға өсек таратамын», деген мырс-мырс күліп. «Соттатам деп тіптен ойлама. Өз абыройыңды ойла, сұлуым», деп машинаны ауылға қарай бұрған. Ес-түссіз үйіне кірген қызын көрген анасы бір жамандықтың болғанын сезіп, жүрегі шаншып кеткен. «Құлым-ау, қай хайуан саған озбырлық қылған? Құдайдан тапқыр», деп қызын құшақтай өкіре құлаған. Қатты дауысқа дем алып жатқан әкесі де келген. Болған оқиғаны естіп, Жанардың ағалары Олжасты өлтірмекші де болған. Бірақ Жанардың мына сөзі олардың ашу ызаларына су сепкендей болған еді. «Әке, ана, ағаларым, сіздер үшін менің орным керек екенін білемін, бірақ ендігі жерде сол малғын үшін қолдарыңды қанға боямаңдар, өмірлеріңді қор етпеңдерші», деген жалына. Маңдайыма жазғаны осы болса, мен көндім. Енді бұл тақырыпты қозғамайық, деп шорт кескен. Жанар түнімен шошынып ұйықтай алмай шыққан. Олжастың ата-анасы келіп, кешірім сұрап, қыздың әке-шешесіне той күнін белгілейік деп кетті. Осының бәрін Жанардың өз аузынан естіген Думан Жанарды қысып, бетінен сүйе берген. Ол қаншама жыл Жанарды кінәлап келіпті-ау. Өкпелеп жүріпті қаншама жыл. Жанар әңгімесін әрі жалғастырды. Тойдан соң Олжас тіпті құтырды. Күнде ішкен арақ мәшинесіне отырып алып апталап қаңғып кететін болған. Не жұмысы жоқ, тек аңдығаны той-томалақ, барған жерінен төбелеспей қайтпайтын. Онымен бірге той қуанышқа баруға қорқатынмын, тіпті ұялатынмын. Аяғым ауыр екенін білгенде, қой енді балалы болғанда есі кірер деумен жүріп жаттым. Бірақ Олжасқа ес кірмеді.
Арақ ішіп алса, үйдегі ыдыс аяқты дүниені шағатын болды. Түнімен ұйықтамайды, не бізге ұйқы бермейді. Бірде атам, келін, сенің өміріңді тозаққа айналдырды ғой мынау иттің баласы, деді. Саған айтар ақылым, осы ауылдан кет, қаш, майып қылмай тұрғанда, біз көріп алармыз, іштен шыққан шұбар жылан ғой. Бала бер, сана бермесең ала бер деген. Бекер емес екен. Теперішті көрген біреу айтқан ғой біз секілді сорлы, деп еңкілдеп жылап жіберді. Мен сонымен Олжастан қашып кетудің жоспарын құра бастадым. Бұл ойымды тіпті ата-анама да айтпадым. Тек атам екеумізге аян, бұл құпияны тісімнен шығармадым, деп күрсінді Жанар. Бүкіл құжаттар мен дипломымды, керекті киім-кешегімді бір чемоданға жинап, қашуға бел будым. Қайда барам, ол жағы маған белгісіз. Қайтсем де кету керек деп, өзімді қайраумен жүрдім. Оңтайлы сәтті асыға тауыстым. Бір күні Олжас ауылдан 300 шақырым жердегі ауылға таксист болып кетпекші болды. Жүрегім дүрсілдеп, денем қалдырап кетті. Міне, осы күні мен де кетем, құтыламын деп, қанша қуанайын десем де қуана алмадым. Қайран атам жинап жүрген ақшасын маған беріп, жолың ашылсын деп батасын беріп, жылап қоштасты. Алматыға автобус таңертең 7-де жүреді. Соған отырып алып, қалаға жетсем, одан арғысын көрермін деп, ерте жолға шығып кеттім. Мен туған ауылымнан тура бір қылмыскердей қашып барамын. Біреуге күлкілі көрінер, бірақ менің сол кездегі жағдайым осындай еді. Алматының темір жол вокзалына келіп, батысқа бет түзеген Алматы-Атырау пойызына отырып, бір демімді алғандай болдым. Атырауға дейін пойыз ұзақ жүреді екен. Шексіз ұлан-ғайыр қазақтың сары даласы. Қалаға келіп, жан-жағыма таң қала қараймын. Қонақ үйге түскен едім. Қатты шаршағандықтан кешке дейін ұйықтап қалыппын. Кешкі тамақ ішу үшін қонақ үйдің төменгі қабатына түскен едім. Шетте тұрған столда отырған әже көзіме түсті. Бір таныс боп көрінді. Өз анамдай боп көрініп кеткені сонша, сол жерге келіп отырдым. Әжей Алматыдағы ұлы мен немерелеріне барып келе жатқан бет екен. Өте ашық жарқын адам. Мені бауырап алғаны бар білгенім. Балқия әжей Қызылқия деген ауылда тұрады екен. Немерелері асыға күтіп отыр екен. Өзі әлі ширақ, тың әжей пойызға отырып, жалғыз қыдырада береді екен. Әлі шамасы бар. Тың. Ұл мен келіннің жұмыстан қолы босамайды. Вахта әдісімен жұмыс істейді екен. Осы беті Алматыдағы немерелеріне барып келе жатқан кез еді. Жанар әжеге барлық сырын ақтарды. Ішін бір босатып алғысы келді. Жанардың әңгімесін үнсіз тыңдаған әжей, қызым, жас болсаң да басыңнан талай дүние өтіпті. Ендігі өмірің жарқын болсыншы деп ақ тілеуін білдірді. Қаласаң менімен бірге жүр, қызымдай көрейін. Бөтен жерде қиын ғой, кейінгісін көре жатарсың дегентін. Сонымен Жанар Қызылқия ауылына келіп тұрақтаған. Әжейдің ұлы мен келіні оны жылы қабақпен қарсы алып, ал балалары Жанарды жақсы көріп кетті. Осылай Жанардың өмірі бір арнаға түскендей, ата-анасымен хабарласып, өз жағдайын айтып хат жазды. Жанарға агрономдық жұмыс та ауылдан табыла кетті. Ауыл адамдарымен етене араласа бастады. Әжей ауылдағыларға Жанарды жең қызым деп таныстырғантын. Талай ер азамат сөз салғанымен Жанар ешкімге жүрегінен орын бере алмады. Сонымен мен бүгінде Атырау өңірінде тұрып жатырмын. Әке-шешем іздеп келген. Кейінде естігенім, Олжас қатты мас боп, көлігін жүргізіп келе жатып, рульге ие бола алмай, қарсы келе жатқан жүк көлігімен соғысып, қаза болыпты. Бүгінде қызым ер жетті, жоғарғы оқу орнын бітірді. Өзі де ана болды. Кездесуге келмейін деп те ойлап едім, бірақ сен келеді деп естігеннен
ұйқым қашты. Көп ойландым. Сені, достарымды қатты сағындым деген Жанар, жанары жасқа тола. Дұрыс жасағансың, Жанар. Келгенің жақсы болды. Мен де сені 25 жыл бойы бекер айыптап келіппін. Енді түсіндім бәрін деп Думан Жанардың қолдарын қыса бере. Кетпеші, Жанар, сен маған керексің деп Жанардың жас сорғалаған бетін сүйе берген. Осылай 25 жыл бұрын жолдары қосылмаған қос ғашықтың жолы қайта тоғысқан. Өмір не деген кереметсің, әр күнің қуаныш пен тосын сыйларға толау сенің. 2 күннен соң Алматыдан Қарағандыға қарай ұшқан самолеттің ішінде Дархан мен Жанар да бар еді.